Саламатсыздар ма достар? Алия Әлемі каналына қош келдіңіздер. Мен қазір осы Ақтөбе қаласында өзіме ұнайтын сауда орындарының бірі Нұрдәулет сауда үйіндегі 0-ші қабатта орналасқан Керуен бутигінде тұрмын. Әсемдікті, әдемілікті жақсы көретін, имандылыққа, жүрегіне имандылық тұнған әрбір қала тұрғыны осы бутикке жиі келеді деп ойлаймын. Мен де осы сауда нүктесіне жиі бас сұғамын. Қажетті жағдайда өзіме керек затымды сатып аламын. Қазірде мен өзіме көптен бері ұнап жүрген бір бұйымды алуға келіп тұрмын. Мына арада әрбір шаңыраққа, әрбір отбасына имандылыққа шақыратын, жанына тыныштық беретін, отбасының амандығына дұға оқып, себепкер болатын сүрелер жазылған, әрі қолданысқа қажетті сағат бар, әрі әдемі картина түрінде орналасқан осы бұйымдардың біреуін алуға келіп тұрмын. Өзіме ұнаған осы арадағы бұрын сүре жазылған, Алланың есімі жазылған сағатты да алған болатынмын. Ұнаса, сіздерге де қажетті іздеген затыңыз осы жерден табылады деп есептеймін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мен өзіме ұнаған, көптен бері ойымда жүрген осы бір бұйымды алып келдім. Бұнда екі түрлі Құран аяттарының сүрелері жазылған, ортасында уақытты көрсететін сағат бар. Жалпы әрбір шаңырақта, отбасында хал-қадірімізге қарай осы Алла шапағатшы болсын, тілеуімізді берсін, балаларымызды аман қылсын, қиналғанда сабырға шақырып, жүрегімізді иманға толтырып, жалпы мұсылман халықтарының тілеушісіндей осы Құран аяттарының сүрелері менің үйімнің қабырғасында ілулі тұрып, оны күнбе-күн оқып, қарап, риза болуыма мүмкіндік туғызғанына мыңда бір шүкір. Біраз уақыттан кейін міне Рамазан айы басталады. Барша мұсылман халықтарының мерекесі. Осындай жақсы күнге жеткізген Аллаға мыңда бір шүкір деймін. Жалпы Алия Әлемі каналында мен өзімнің осы өмірде қуанышқа толтыратын, өзімнің қызығушылығымды оятатын түрлі бейнероликтерді жариялап отырамын. Өздеріңіздің ойыңыздан дөп түссе, пікір алысқыңыз келсе, ой бөліскіңіз келсе, Алия Әлемі каналына бас сұғып тұруды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.